Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі қарайтын тақырыбымыз Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқарудың конституциялық құқықтық негіздері. Жергілікті мемлекеттік басқаруды тиісті аумақтағы істің жай күйіне жауапты жергілікті өкілді және атқарушы органдар жүзеге асырады. Жергілікті өкілді органдар, маслихаттар, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді және жалпы мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, оны іске асыруға қажетті шараларды белгілейді, олардың жүзеге асырылуын бақылайды. Маслихаттарды жалпыға бірдей тең төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге халық сайлайды. Қазақстан Республикасының 20 жасқа толған азаматы маслихат депутаты болып сайлануы мүмкін. Республика азаматы бір маслихаттың ғана депутаты бола алады. Маслихаттардың қарауына мыналар жатады. Аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті және олардың орындалуы туралы есептерді бекіту. Өздерінің қарауына жатқызылған жергілікті әкімшілік аумақтық құрылыс мәселелерін шешу. Келесі. Заңмен маслихат құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау. Келесі. Маслихаттың тұрақты комиссияларын және өзге де жұмыс органдарын құру, олардың қызметі туралы есептерді тыңдау, маслихат жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелерді шешу. Республика заңдарына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру. Маслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын республика президенті тоқтатады. Сондай-ақ маслихат өзін өзі тарату туралы шешім қабылдаған ретте оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылады. Маслихаттардың құзыреті мен қызмет тәртібі олардың депутаттарының құқықтық жағдайы заңмен белгіленеді. Жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді. Тиісті аумақтың мүддесі мен даму қажеттілігін ұштастыра отырып, атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді. Жергілікті атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады. Бірінші, аумақты дамыту, экономикалық және әлеуметтік жоспарларын, жергілікті бюджетті әзірлеу және олардың орындалуын қамтамасыз ету. Келесі, коммуналдық меншікті басқару, жергілікті атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату, жергілікті атқарушы органдардың жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелерді шешу. Жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне сай республика заңдары мен жергілікті атқарушы органдарға жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру. Жергілікті атқарушы органды республика президенті мен үкіметінің өкілі болып табылатын тиісті әкімшілік аумақтық бөліністің әкімі басқарады. Облыстардың
республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдерін тиісінше облыстың аумағында орналасқан маслихаттар депутаттарының немесе республикалық маңызы бар қалалардың және астананың маслихаттары депутаттарының келісімімен республика президенті қызметке тағайындайды. Республика президенті дауыс беру жүргізілетін кемінде 2 кандидатураны ұсынады. Дауыс беруге қатысқан маслихат депутаттарының көп дауысын алған кандидат олардың келісімін алды деп есептеледі. Маслихаттар өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер, ал әкімдер тиісті әкімшілік аумақтық бөлінісінің аумағында орындалуға міндетті шешімдер мен өкімдер қабылдайды. Маслихаттардың жергілікті бюджет кірісін қысқартуды немесе жергілікті бюджет шығысын ұлғайтуды көздейтін шешімдердің жобалары әкімнің оң қорытындысы болған кезде ғана қарауға енгізілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтін маслихат шешімдерінің күші сот тәртібімен жойылуы мүмкін. Әкімдердің шешімдері мен өкімдерінің күшін тиісінше Қазақстан Республикасының үкіметі не жоғары тұрған әкім жойуы мүмкін. Сондай-ақ олардың күші сот тәртібімен жойылуы мүмкін. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.